өт тас аурулары. Өт тас аурулары 80% адамдар білмейді. Жай случайно дейміз ғой, УЗИ тексеріліп, или бізде медицинада жақсы бір жақсы, уақыт келгенде контроль, обследование, УЗИ жасайды. Мен не айтам адамдарға? Жылына 2 рет өздеріңіз үшін қан тапсырып, және УЗИдан өтіп, маммологтарыңызға барып, әйелдер, ер адамдар андрологтарына тексеріліп, терапевтеріңізге барып, жылына жоқ дегенде бір рет тексерден өтіріп отырыңыздар. Өйткені 80% адамдарды жәнегі өт тас аурулары 80% адамдар білмейді. Екінші, әйелдер 2 есе жиі кездеседі. Өт тас аурулары әйелдерде жиі болады. Одан кейін мына көбінесе бессимптомно өтеді адамдарды. Бессимптомно дегеніміз жәнегі причина жоқ. Ол жай әшейін біреудің жәнегі іші кебе бастады, или кейбіреуінің таңертең тұрғанда ауыздарына жәнегі кішкене қышқылдық келіп отыр. То есть именно таза, тяжесть в правом подреберье, оны ешкім байқамайды. Бірақ сол косвенный признактары пайда болады екен. Қалай емдейміз? Тас пайда болды. Тас пайда болғаннан кейін адамдар бірден барып операцияға барады. Операция жасағаннан кейін холецистектомия бітті. Біздің ағзамыз